Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді болып шығатын сүзбелі бауырсақтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Сүзбе, жұмыртқа, сода, тұз және қантты жақсылап біріккенше араластырамыз. Сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнды біртіндеп саламыз. Барлығын бірге қосып жіберсек, қап-қатты болуы мүмкін. Бізге жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр қажет. Қамырды жұмсақ болғанша илеп аламыз. Кішкене бөлігін бөліп алып, жая бастаймыз. Қалыңдығы 4-5 мм болатындай қылып жаямыз. Төрт бұрышты ромбик жасауға болады. Мен дөңгелек бауырсақтар жасаймын. Осындай формамен кесіп аламын. Артық жерлерін қайтадан жайып, бауырсақтар жасаймыз. Табаға сұйық май қосып ысытамыз, бірақ қатты ысытып жібермеулеріңіз керек. Себебі сырттары пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Екі жағын 1 минуттай жақсылап қызарғанша пісіреміз. Бауырсақтар осымен дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.